Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Жетісу облысының Сәкен Сейфуллин атындағы орталық кітапханасының Сырлы қалам бағдарламасына қош келдіңіздер. Бағдарламамыздың алғашқы қонағы жазушы, журналист, бірнеше байқаулардың жеңімпазы Есболат Айдабосын. Қош келдіңіз Есаға. Қош көрдік. Оқырмандар өзіңізді жазушы ретінде таныса, көрермендер журналист ретінде біледі. Өмірде көрген кезде адамдар кім деп танып жатады? Жазушы ма әлде журналист пе? Әрі қалай, бұл кейде әдеби ортада жазушы деп таныстырады. Ал журналистердің ортасына түсіп жатсам, ол жерде журналист болып жүремін. Жалпы негізі күнделікті өмірде қай кезде жазушы, қай кезде журналистпін деген сұрақ қызық. Негізі мен мысалы ертеңгі 9-дан кешкі 6-ға шейін мысалы Жетісу радиосында мен қызмет істеймін ғой. Сол жерде мен журналистік қызметте жүрмін ба, яғни мен журналистпін. Күнделікті сол өзімнің міндеттемелерім бар, соларды орындап журналист болып жүремін. Ал қашан жаңағы әдебиетке уақыт тауып, жазуды қолға алып, компьютерге жаңағы бір шығармамды жазып жатсам, немесе сол бойынша материалдар іздеп жатсам, кітап оқып жатсам, ол кезде мен жазушы болып өмір сүріп жатырмын деп ойлаймын. Пайызға шыққан кезде, бірақ дегенмен журналист болып өмір сүріп жатқаным көп менің. Өйткені шығармашылыққа кішкене уақытты аздау бөліп жатқанын мен жасырмайын. Өйткені күнделікті тіршілік, өйткені жазушылыққа ешкім саған жалақы төлемейді. Журналист болып сол өзімізді, бала шағамызды асырап жүрміз. Сондықтан көбіне көп журналист болып өмір сүреміз. Иә, осы интервьюға дайындалардың алдында да біз қараған болатынбыз сұхбаттарыңызды. Көбіне журналистика саласында берген екен сұхбатыңыз. Бүгін біз сізбен жазушы ретінде сұхбаттассақ, иә? Сіздің жазуға деген ынтаңызды ашқан кітап қандай және көбіне қандай жанрды оқисыз? Ол әрі қалай. Қарасам, менде ең алғашқы жазуға ынтамды ашқан мен 2011 жылы Астанаға көшіп бардым. Сода ұлттық арнада жұмыс істеп жүргенде менің тура үйімнің қасында бір шағын кітапхана болатын, қалалық, осы бір кітапхананың бөлімшесі. Мен содан үнемі кітаптар алып жүрдім. Содан бір жазғы демалысқа шыққан кезде мен өзім қатарлы қазіргі менің замандас жазушыларымның, мен ол кезде жазушы емес, мен журналист болып жүргем. Бір 10 шақты қыз жігіттердің кітап шыққан екен. Мен соның бәрін кітапханадан жаздырып алдым да, жазғы демалыста оқып шықтым. Содан маған жаңағыдай ой, мені кәдімгідей маған мотивация берді. Ой, мынандай дүние мен де жазам ғой деген. Тіпті кейбіріне өзім ұнатпадым. Мынауды әңгіме ма? Мынаны жазған адам да өзін жазушымын деп жүр ғой. Бұның мен әкесін тандырып, бұдан асырып жазам ғой деген маған бір амбиция сыйлады да сол кітаптар. Мысалы ол нашар шығарманың өзі де кейде адамды қамшылайды. Мынаны жазған адам анандай болып жүргенде мен бұдан асырып жазам ғой деген бір құлшынысты оятады да. Сондықтан мотивация беретін кітаптар өзі қызық болады. Сол мені сөйтіп бір жазуға деген бір менің ниетімді қамшылап жіберді. Онан кейін айтар болсам, жалпы мына қалам ұстаған қауымға өзі оқитын, жазушылықпен айналып жүргенде оқитын бір кітаптар болады. Соның біреуі мынау жазушының мынау шығармашылық лабораториясын көрсететін еңбектер. Ол мынау Американың белгілі жазушысы Джек Лондонның Мартин Иден деген романы. Мартин Иденді мен оқыған кезде үлкен мен кәдімгі құлшыныс алдым. Соны оқып жүргенде мен біраз дүниені, мына Сүлік қара кітабымды соның бір инерциясымен жазып тастадым десем болады. Өйткені ол жерде Мартин Иден кәдімгі жазушы болудың азабын, соңғы үйіндегі жиһаздарға шейін сатып, соны дүкенге беріп, соған азық түлік алып, сол бойынша жазғандары баспадан өтпей жазса да қиналып жазған, мысалға сондай өмірін суреттейді да, ол мынау жазып жүрген адамдарға құлшыныс береді. Біз анау Американың жазушылары, дамыған Американың жазушылары осындай қиыншылықпен болсын жазып жатыр, біз неге жазбасқа деген құлшынысты оятады. Онан кейінгі еңбек мына Стефан Цвейгтің
Бальзак деген роман. Бальзак француздың жазушысы. Бальзактың жалпы балалық шағынан, жалпы ата тегінен бастап кейінгі тұлға болып жазушы болып қалыптасқанға дейінгі бүкіл өмірбаяны мынандай кітапқа жазған Бальзак. Сонда да Бальзактың қалай жазушы болып қалыптасқанын сода көрсетеді. Ол да үлкен мотивация береді. Бальзакты да мысалы қоғам қабылдамаған әуелгі кезде. Тіпті ата-аналары түсінбеген ол баланың жазушы болғанын. Оны мысалы Бальзакты нотариус, үлкен нотариалдық кеңсенің басшысы болып отырады да Бальзак. Ол сол жерде отырып қызметін тастайды да бір күнде әке шешесіне келеді. 22 жаста мен жазушы болам дейді. Әке шешесі, ой сенің үлкен бизнес, сен ақсүйектер ордасына енді қосылып келе жатқан кезде сен бәрінен бас тартқан, сен ақымақсың ба деп ол түсінбейді. Бірақ сонда да жаңа бала бас тартпайды, мен жазушы болам деп тұрып алады. Әке шешесі мен келісімге келеді. 2 жылда оны әке шешесі асырайтын болады. Сол 2 жылда сен жазушы болып қалыптас деп оған талап қояды. Сол кезде ол жазуға отырады, үлкен қиыншылықтарды бастан кешеді. Соның бәрі мынау қаламгер болам деген адамға бір өзін жетелейді да, қамшы болады. Бұндай шығарманың қатарына біздің қазақ әдебиетінде мен Мұхтар Мағауиннің «Мен» деген романын қосамын. Өйткенде менде де жазушы болып қалыптасудың бүкіл қыр-сырын айтады. Бала күнінен қалай Мағауин деген біздің, мен таңғаламын Мағауинге, ол әдебиетке үлкен дайындықпен келген адам. Ол біздің қазіргі оқып жүрген дүниелеріміздің кейбірін ол мектепте оқып тастаған. Студент болып жүргенде оның білімі мына қазіргі академиктердің білімінен жоғары болған, терең болды. Ол ғылымды игеріп барып көркем әдебиетке келген. Ол бірінші ежелгі дәуір әдебиетін зерттеді, жыраулар поэзиясын, сол жағын бәрін зерттеп, кәдімгі үлкен дайындықпен келіп, қандай тарихи дүниелер берді, Аласапыран сияқты. Онан кейінгі дүниелері де мысалы бірінен бірі өсіп жатыр. Әлі де таусылған жоқ Мағауин. Өйткені ол бала күннен бастап анау әкенің, атаның тәрбиесінен естіген, білгеннен бастап өзінің жиғандары әлі таусылған жоқ Мағауиннің. Мен таңғаламын, Мағауин деген үлкен феномен. Сондықтан жазуға бір құштарлығымды оятамын, мотивация алам деген адамдар болса, сол 3 кітапты оқу керек деп ойлаймын. Дұрыс. Ал сіздің өзіңіздің есіңізде қалған шығарма, ең бірінші жазған, өзіңіздің жазған шығармаңыз қандай? Мен есіңізде ме? Иә, есімде. Мен ең бірінші «Аманат» деген әңгімем ең бірінші жазған. Ол мына осы Алматыда шамамен 2008-2009 жылдары жазылды. «Аманат» деген әңгіме үлкен ауыр жазылды. Мен оны ешкімге көрсетпей, мен ол кезде журналист болып жүрген, мен ешкім жазушы деп білмейді, бірақ жазғым келетін. Содан «Аманатты» жаздым. Бірақ біреуге оқытам, ой күрделі екен дейді, түсінбейді. Оқытқанда да өзімнің жақын адамдарыма оқытам, ұялам басқа біреулерге жариялауға. Бірнеше түзетуден өтті. Бірақ ол бірінші жарияланған жоқ. Мен ол менің немде жатты, компьютерімде сақталып тұрды. Әбден кейіннен менің мынау ең бірінші жарияланған шамамен осы «Қызыл сақа» деген әңгімем болады. Одан кейін «Менің атам» деген эссе болды. «Сүлк қара» жарияланды. Содан кейін барып «Аманат» жарияланды. Мен кішкене өзіме елдер мақтау айтты, мынауыңыз кереметсің, мықты жазушы. Содан кейін барып мен өзіме сенімді болғаннан кейін «Аманатты» жарияладым. Мен ойлаймын, ол тұңғыш әңгіме болғанмен, осы менің сол кездегі жазған әңгімелерім ішіндегі ең тереңі де осы «Аманат» деп ойлаймын. Кішкене оның философиялық астары бар, түрлі символикалық мәндері бар, бұрынғы тұлғалардың прототиптері бар дегендей. Сондықтан сол маған негізі «Аманат» ыстық. Оқыған болсаңыз оны түсінесіз. Сол «Аманатты» жазуға идея қайдан келді? Жалпы осындай жазуға идея қайдан келеді? Шығармалар жазып шығуға, әңгімелер? Идея деген келе береді. Идея әртүрлі нәрседен. Кейде бір кітап оқып отырып бір идеяны алып кетесің. Кейде кино көріп отырып сол жерден бірдеңе. Болмаса көшедегі бір құбылыстан келеді идея. Болмаса біреудің сөзінен, болмаса қоғамдағы бір үлкен бір оқиғадан бір идеялар, мынаны
көркем дүниеге айналдыру керек ау деген идеялар келеді. Ал жалпы жазушы болу деген ой негізі мен бала күнненгі арман болатын өзі негізі. Мен бала күнде кім болам деп шығарма береді ғой мектепте, шығармада сол кезде жазушы болам деп жазып бүкіл класстастарыммен мазақтап күлген. Бірақ сол бала күнгі арман мен бірақ журналистика факультетін оқуға түссем дедім де, бірақ оған мүмкіндігім болмады. Мен өзімді түсуге бір онша сол деңгейдегі емеспін деп ойладым да, мен филологияға түстім. Бірақ сол жерде оқып жүргенде де мен біздің осы қабырғада бүкіл филологияны бітірген жазушылардың суреті тұратын. Сонда ойлайтын, осы жерді бітірген адамдар жазушы болды, яғни мен де жазушы боламын дегендей. Ол арман менде тұрды, бірақ мен журналистикаға араластым. Содан кейіннен бір күдіктер пайда болды. Мүмкін мен осы журналистикада қалып қоятын шығармын. Жазушы болмаймын ау, мен өйткені жаза алмадым. Мен қатарлы жігіттер ендігі жазушы болып танылып кетті, атағы шығып жатыр, мен әлі жүрмін. Мен осы журналистика болып жүре беремін ау деймін. Ұятқа қалмайын деген бір 30 жастан асқаннан кейін адамда бір қорқақтық пайда болады екен. Бірдеңені бүлдіріп алсаң, ой мынау да жазушылыққа араласып жүр ма, жүре бермей ма журналистикасында deyip айта ма дегендей сөзден бір қорықтым. Бірақ сол кезде бір біздің ұлттық арнада блог жүргізу деген болды. Сол блогқа бірдеңе жазу керек ойдан шығар. Сол кезде мен осы Қызыл Сақаны, менің атам деген эсселерді жазып, сол блогыма жариялағанда жұртшылық оны бұл әңгіме ғой деп қабылдап мені мақтап жіберді. Сол мақтаулар қамшылап мені осы әдебиетке кіргізіп жіберді, негізі әдебиеттің ауласына. Қазір қандай шығарма жазып жатырсыз? Қандай жаңалықтарыңыз бар? Бірнеше дүние бар басталып қойған. Мен енді көп айта бермеймін, біткен кезде бірақ жариялаймын өзімнің әдетім. Жалпы көп жазушылар сөйтеді. Оны айтып алып, мынаны жазып жатырмын деп дабыра қылғаннан кейін ол кейде дұрыс шықпай қалуы мүмкін да. Ол шығармаң дұрыс шыққаннан кейін, сенімді болғаннан кейін ғана жариялау керек. Негізі бастап қойған романдар да бар, әңгімелері бар, әртүрлі позицияда тұр. Ол кейбірі басында тұр, кейбірінің тақырыбы ғана жазылып тұр, кейбірі су басы дайын дегендей. Сондықтан әйтеуір уақыт болса, күніне уақыт табуға тырысамыз. Бір сүзіп шығуға, құрғанда бір-екі сағат соған жұмыс істеуге әйтеуір тырысып жүрміз. Жаңалықпен дайын болғанды бөлсеңіз ғой. Жақсы. Сіздің балаларға арнап жазған әңгімелеріңіз көп. Балаларға шығарма жазу қиын ба, әлде ересектерге ме? Жалпы мен аудитория таңдап жазбаймын жазғанда. Сол өзімдегі дүниені, ішімдегіні ақтарамын. Жалпы бір аудитория мынау балаларға болсын, мынаны мыналар ғана оқысын, солардың тіліне лайықтап жазайын дегендей менде ой болмайды. Менің балаларға арналған әңгімелер деп қабылдап жүргендеріңіз, оның бәрі менің балалық шағымдағы көргендерім. Оларды бүгінгі бала түсіне ма, түсінбей ма, ол енді білмеймін. Мен бірақ оны тек қана балаларды оқымайды. Жаңағы ол енді Сайын Мұратбектің Жусанисі, Бердібек Соқпақбаевтың Менің атым Қожаның стиліндегі шығармалар, оларды бала да, жеткіншек те, үлкен жасамыс кісілерді оқи беруге болады. Ал балалар арнап бір жазған әңгімем болды, Қамшыстар деген әңгімем бар. Сол Қамшыстарды мен өйткені бізде мынау қазір урбанизация, қалаға келдік, кішкене көшпелі өркениеттің тіршілігінен алыстап жатыр. Біздің де балалар сондай ауылға анда-мында барады, атқа мінбейді тұрақты түрде. Сондықтан қамшының да қасиетін, жалпы жасалу жолын біз көрдік қой. Соны бір үйретіп кетейін, қағазда қалсын, оқимын дегендері мүмкін соған қарап білсін дегенде мен Қамшыстарды. Онда қамшының жасалу технологиясы бар. Бүкіл тобылғыны қалай кеседі, өрімді қалай өреді, бүлдіргісін қалай еледі дегендей түгел балаға атасы бүйтіп ешіктеп түсіндіріп отырып соны айтады сол әңгімеде.
сол әңгімені мен мақсатты түрде балаларға арнап жазған. Сіздің мына сүлік қара кітабыңызда да жазылады ғой, көбіне ауылдың тынысы, жаңағы ат, жылқы малына өзіңіз жақын сияқтысыз. Кітаптарыңыздың көбіне қарасақ, соған қарағанда ауылға жиі баратын сияқтысыз, солай ма? Қаншалықты жиі барасыз ауылға? Енді ауылым осы жерден 450 шақырымдай жерде барып тұрамыз. Жылына бір 10 шақты рет баратын шығармын. Ауыл енді бүкіл жазушылар, негізі біздің қазақ жазушылары көбісі ауылдық жерден шықты ғой. Сондықтан олардың шығармашылығы да ауылдан басталады көбіне. Тура менікі сияқты балалық шағын жазады, оны ауылда көргенде. Ауылдың кейіпкерлерінен біз бас тарта алмаймыз. Бұрынғы ауыл мен қазіргі ауылдың да айырмашылығы бар. Бұрынғы ауыл атқа минетін, көкпар тартатын, ойындары асық болатын балалардың. Қазір ауыл балаларында олардың да қолында смартфон. Олар да аттың орнына көлік мінеді дегендей. Сондықтан қазір ауыл тақырыбы негізі түгесілмейтін мәңгілік тақырыптардың бірі біз қазақ үшін. Біз ауыл прозасын тоқтату үшін онда біз бәріміз ауылды құртуымыз керек, қалаға көшуіміз керек, болмаса ауылдарды қалаға айналдырып жіберуіміз керек. Сонда ғана бәлкім ауыл прозасы тоқтайтын шығар. Ал негізі ауыл прозасы негізі тоқтамайды деп ойлаймын. Мен енді сол әркімде адамда бір ішкі багажы болады ғой. Ауылда көрген қылықтар, ауылда көрген мінездер, адамдардың мінезі, іс-әрекеттері, өмірі, тағдыры, соның бәрін мен жазғым келді. Соның бәрін қазір шамамен болып қалдым. Бір-екі ғана сюжет бар, ауылға байланысты бір 2-3 сюжет тұр. Олар мүмкін жазыла жатар қазіргі күнде. Мүмкін тағы да бір сюжеттер келуі мүмкін, тағы да бір тағдырларды көріп қалу мүмкін ауылда тұратын. Дегенмен өзім осы уақытқа шейін жинақтаған багажымды мен осы жазған кітаптарымда бердім. Енді қаланың өмірін де көрсетемін, басқа саланың, ғылымдағы адамдардың, тағы басқа ол келе береді тақырыптар. Адамның ол көрген түйгенінің нәтижесі ғой мына шығарма деген. Жалпы өзіңіз ауылдың адамы, қаланың адамы деп көп бөлетін сияқтысыз. Бір сұхбатыңызда қалада туған адам қазақ журналистикасына жоламай-ақ қойғаны абзал депсіз. Сонда қалада туған адам журналист бола алмайды дегіңіз келе ме? Былай ғой, кеше ғана Қайнар Олжайдың бір сұхбатын оқыдым, сол кісі бүйтеді. Біздің кездегі журналистика мен қазіргі журналистикасының арасы жер мен көктей айырмашылық. Ол кісі енді қалама жүйрік Қайнар Олжай атанған тұлға ғой негізі. Негізі дұрыс айтып отыр. Мен оны сіздің жаңағы айтқан сөзі мен бір сұхбатта айтқан болатын, рас айтасыз. Ол өйткені өзім көрдім. Біз мынау қазақша сөйлеп отырмыз дейміз. Кейбір адамдар қазақша сөйлеп тұр деп ойлаймыз, бірақ олардың сөз саптасының бәрі орысша. Мысалға алысқа бармай-ақ, мына парламент тыңдаулардағы министрлердің сөзін тыңдаңыз, болмаса брифингтердегі шенеуніктердің, олардың бәрі аударма сөздерімен сөйлейді. Аударма сөздер. Сол аударма сөздер біздің журналистикаға да еніп кетті. Мынау көбіне көп қалалық жерде өскен әріптестеріміз өздерін екі тілді, бәлкім кейбір 3 тілді азаматтар бар. Олар қазақ журналистикасында қызмет етіп жүр, бірақ олар екі тілді, 3 тілділігі оларға жетістік болып өздерінің артықшылық сезінеді, бірақ олар қазақшаны дұрыс жаза алмайды. Өйткені олардың да сөз тіркестері аударма. Олардың дыбыс үндестігі де қазақы бояу жоқ. Мен соның бәрін көрдім. Қазіргі мынау Балапан телеарнасын тыңдасаңыз, басқа тағы бір телеарналарды тыңдасаңыздар, түрлі шоу бағдарламаларды тыңдасаңыздар, концерттерді, соны көз жеткізесіз.
Мәдина Сәдуақасова деген әншіні Мадина Садвакасова деп хабарлайтын журналистер бар. Алмас Кішкенбаев деген әншіні Алмас Кишкенбаев деп айтады. Соның бәрі кім? Соның бәрін олар қазақша сөйлеп тұрмыз дейді. Солардың бәрін хабарлап жатқан жаңа өзіміздің қалалық жерде өскен әріптестеріміз. Өйткені олар жаңа үндестік заңын білмейді қазақтың. Оның бәрі олар телеарнадан айтып жатыр. Мынау жастарға солай сіңіп жатыр. Жастар оны тыңдап отыр. Яғни Мадина Садвакасова деп сөйлеуге болады екен деген ой түйеді. Олар солай жаттап алады. Жаттап алады да олар күнделікті өмірсіз солай қолданады. Сол жаттап алған баланың кейбірі ертең журналистикаға келеді. Журналистикаға келеді да тура солай сөз саптайды. Сонымен біз өзіміздің вирусымызға өзіміз тұншығып, өзіміздің вирусты өзіміз жұқтырып, сол вирусымыз қазір дертке айналып, індет болып, қазір журналистиканың тілі үлкен бір проблемаларға душар болды. Қазақ тілін құртқан жаңа Қайнарол жаңа ағамыз тағы сол сөз айтты. Қосылам, қазақ тілін құртқан мынау орыс тілді қазақтар емес, қазақ журналистері деп кеше сұхбат. Мен қосылам сол сөзіне. Және өзімнің жаңағы мүмкін субъективті пікір шығар, қарсы шығатындар бар шығар. Қалада туып, журналистикаға араласып та, әдебиетке араласып жүрген қыз-жігіттер қарсы шығар, дау айтар, бірақ қайтпаймын. Жаңа сөз олар бүлдіріп жатыр. Олар сөзді түсінер кейбір қазақша, бірақ түйсінбейді. Мысалы бізде мынандай сөз бар. Ауыз толтырып айтарлықтай емес деген сөз. Ол кері мағынада қолданылады. Мысалға біреудің ананың жасаған дүниесі, салған ескерткіші ауыз толтырып айтарлықтай емес. Оны ешқашанда қазақ жақсы болса, ауыз толтырып айтарлықтай деп айтпайды. Мысалы әдемі дүниені, ой керемет екен, ауыз толтырып айтарлықтай деп айтпайды. Оны оң мәнде қолдануға келмейді. Ол ауыз толтырып айтарлықтай емес, ол тұрақ сөз тіркесі. Ол солай ғана қолданылады. Біздің журналист жаңағы тілді білмейтін, түсінбейтін, түйсінбейтін журналистер оны ауыз толтырып айтарлықтай деп кәдімгі оң мағынасында қолданып жүр. Сол сияқты көңіл көншітпейді деген сөз бар. Мысалға ананың бүгінгі баяндамашының сөзі көңілімді көншітпейді дейді. Ол теріс мағынада ғана айтылады. Ол да тұрақ сөз тіркесі. Тұрақ сөз тіркесін еш ғылымда ол жазылған, ол басқа сөздермен алмастыруға келмейді. Ол тұрақты, ол сол күйінде ғана қолданылады. Ол мақал сияқты, мәтел сияқты сол күйінде қолданылады. Сол көңіл көншітпейді деген сөзді қазір біздің журналистер, жаңа тілді білмейтіндер, көңілді көншітеді дейді. Ананың бәленшенің сөзі көңілді көншітті дейді. Оның басқа мағынасы бар. Ол біздің көңілімізден шықты, басқа сөз тіркесі болды. Ал көңілді көншітеді деп айтуға болмайды. Көңілімізді көншітеді. Ол теріс мәндегі сөз, ол ешқашанда оң мәнде бір аяқ жағындағы жалғауларды алып тастап қолдануға келмейді. Осы проблеманың бәрін жасап жүрген біздің сөз сіңбеген көбіне қалада туған біздің әріптестеріміз. Енді арасында ауылда туғандар да болуы мүмкін. Ауылдық жерде де жаңағыдай орыс ортасында, орыс тілді ортада өскендер болуы мүмкін. Солардың біз вирусын біз жұқтырып, жастарға таратып жатырмыз. Жастарымыз сол вируспен дімкәс болып, біздің журналистикаға араласып жатыр. Түсінікті. Жалпы осы сұхбатыңыздан кейін сіздің осы пікіріңізге қарсы келген әріптестеріңіз болды ма? Қалалық журналист әріптестеріңіз? Әзір ешкім айтқан жоқ. Өйткені олар қателіктерін біледі. Кейбіреулері тіпті өздерін осылай жүре бара журналистикаға араласып барып түзеп жатыр. Негізінде олар өздерін түзегенше біраз адамға вирус жұқтырып кетеді да, сол қауіпті. Сондықтан оларды негізі мынау кемінде университет қабырғасында түзеліп кету керек. Біз сол университеттегі ұстахананы дұрыстауымыз керек та. Мектеп болмаса да университетте. Олар ертең мынау ақпарат телеарнаға, газетке шыққаннан кейін ол ақпаратты балалар жаттайды. Мысалы мен үйімде мысалы біз үйде күнделік қолданыста ана деген сөзді қолданбаймыз да енді. Шеше деп айтады.
шешеңе бар деп айтамын мысалы балаларым ана дейді, анашым дейді. Сен оның бәрін ол балапан телеарнасынан жаттап алады. Яғни бала деген телеарнадан сөз үйренеді. Телеарна деген тек қана ақпарат таратушы емес, ол тілді үйретуші құрал. Кітаптан да газеттен де асып кетеді ол тіл үйрету деші. Журналистика ненің телеарнаның күштілігі. Сондықтан ол кино арқылы сөз жатталады. Бағдарлама арқылы, мынау радио арқылы бәрінен сөз жатталады. Біз ойлаймыз эфирде бірдеңені айта салдық, лап еткізіп. Бірақ одан ол сөзімізді ол қате тіркес болса, оны 100 адам жаттап қалса, өйстіп айтуға болады екен деп. Оның өзі үлкен кесел тілімізге тиісті. Сондықтан да телеарнаның, газеттің тілін тазаласақ, біздің мынау қолданыстағы тіліміз де өзінен өзі тазаланады. Жалпы тіл күресі сол телеарнаны алға шығару керек негізі. Ол үшін журналистика факультетінің тілі ұстаздары мықты болды. Жаңағы тіл білетін тұлғаларды апарып дәріс оқытып, бәрін шағып беріп отырса, жастар шынымен мынау қате сөйлеп жүр екен ғой, мына телеарнадағы мына ағамыз. Яғни біз олай сөйлемеуіміз керек деп, олар сол жерден иммунитеті қалыптасып шығып, ертең жазғанда да соны біліп отырады. Дұрыс айтасыз. Жалпы жазушы ретінде оқырмандарға қандай кітап ұсынасыз? Бірыңғай рецепт беруге келмейді негізі. Оқырман әртүрлі болады. Тіпті мынау әдебиетке құмар оқырманның өзі де түрлі болады. Біреу поэзия оқу. Ақын болам деген адам болмаса, жаңағыдай романтик адамдар мысалы поэзияны оқысы келеді. Олар поэзияны оқу керек. Ал жазушы болам деген адамдардың өзі де мысалы таңдап оқу керек. Кез келген прозалық шығарманы оқып уақыт кетіру деген енді ол пайдасы жоқ. Мен оқыдым кейбір кітаптарды, мен өзім мысалы ештеңе алмаған кітаптар бар. Уақытымды ғана алды олар. Сондықтан адам шатаспау керек, өзіне не керек? Мысалға прозаның түрлі ағымдары бар. Реализм, сюрреализм, постмодернизм. Мысалы постмодернистік жазушы болам деген адам сол бағыттағы шығарманы оқысын. Ол реалистік шығарманы қайтеді оқып. Ол сол бағыттағы жаңағы Камю, Кафкадан бастап бүгінгі жазып жүрген шығарма авторларды оқысын. Реалистік, мен реалист жазушы болам деген адам жаңағы Джек Лондон, Драйзер, бергі Толстой бәрін оқысын. Қазіргі кешегі анау Халид Хусейн Ауғанстаннан бар реалистік мысалы автор. Соған дейінгі бүкіл шығармаларын оқысын. Сондықтан бірыңғай бүйтіп мына кітапты оқы деп бір тізім бергенде, мен сол тізімдер бойынша оқитынмын. Ол тізімнің ішінде маған керектері кейде жоқ та. Сондықтан тізім бергенде кімге тізім беріп отырмын? Мына жерде егер тек қана оқырман күйінде қалам деген адамдар болса, мысалы тарихты танимын десе, бір өзінің бір тарихи санасын қалыптастырып, бір патриоттық бір аңсарларды аңсап жүрген адам болса, жаңа көшпенділер, жаңа Мағауиннің Аласапыраны, кімнің Әбіш Кекілбаевтың Елең алаң, Үркері, бүкіл тарихи шығармаларды оқысын. Сонда бұл осы ел мен жердің жалпы қалай сақталып қалғанын, жалпы ата-бабамызды бір күн бойы тыныш ұйықтамаған, қазақтың тарихы қанмен жазылған, әрбір күні соғыспен өткенін, сондай елең алаң, сондай қиын қыстау кезде бастан өткерген, соның бәрін біліп өседі. Бір жағы ақпарат алады, тарихи санасы оянады дегендей. Сол секілді тіл үйренім десе, мысалы, тіл үйренім десе, жаңағы мен тіл үйренім деген адамдарға 70 жылға дейінгі әдебиеттерді ұсынар еді. Мынау 90-нан бері қарайғы әдебиеттерді оқымай-ақ қойған дұрыс. Тіл үйренім деген адам. Өйткені содан кейін бізде 90-нан бері қарай мына баспа ісі құлдырады. Баспаларда мына редакторлық қызмет деген, тілге деген үлкен андай
сергек қарау мәселесі қиындап кетті. Жаңағы журналистикада айтып отқан қате тіркестер кітапқа да еніп кетті. Ал бұрынғы буынның тілі таза еді. Жаңағы әбіштердің, Тәкен Әлімқұловтардың, Төлен Әбдік, Дулат Исабековтердің, Бексұлтан Нұржеке, сол сияқты сол 70-80 жылға дейінгі авторлардың шығармаларын оқыса, онда ол сөйлеуді, жалпы сөз қорын байытады, дұрыс сөз саптауды үйренеді, қателеспейтін болады. Олардан қате табу, сөзден сүрінген жерін табу қиын. Өйткені олардың барлығы мықты филолог еді. Алды, мектепте жұмыс істеген, кәдімгі мұғалімдік мектептен өткен сондай адамдар болатын. Олардың тілдері таза. Сондықтан тілімді байытамын, бір көркем сөйлеуге, көркем ойлауға үйренім деген адам соларды оқысын. Ал қазіргі заманды танейын деген адамдар онда 90-шы жылдан бері қарайғы жас қаламгерлер бар, бүгінгі жазып жүргендері бар, соларды оқысын. Оларды оққанда да бірақ кішкене жаңағыдай сүзгі дейді ғой, сүзгімен қарап оқыған дұрыс. Өйткені кішкене бізде сөзді дұрыс қолданбау, журналистикадағы қателіктер, жаңа айттым ғой, әдебиетке де кіріп кетті, оны көріп жүрміз. Содан мен қиналамын. Өйткені біз қазір бір сөзге бола дауласа қалсақ, Абайды ақтарамыз, сол бұрынғы жазушыларды, Ғабит Мүсірепов бүйтіп жазған екен, Мұхтар Әуезов бүйтіп жазған екен, міне, яғни мынау дұрыс дегендей бір пәтуа береміз да. Ал бізден 50 жыл, 100 жылдан кейінгі буын бір сөзге бір дауласа қалса, біздің жазғанымызды көрсе, ал ол жерде біз қалай болса солай қолданғанбыз. Сонда олар біздің шығармаға қайтып жүгінеді. Сол негізі қиын мәселе. Сондықтан да біз кітапқа әсіресе мынау журналистикадағы кетіп жатқан қателерді көркем әдебиетке жібермеуіміз керек. Ол үшін мынау баспаларда мықты редакторлар отыру керек. Қазіргі баспалар кітаптар автор қалай жазып апарады, солай баса салады. Қатемен кетіп жатыр. Сол қате кітаптар көбейіп кетті бізде. Жақсы, Есболат аға, Сырлы қалам айдарына келіп сүбелі сұхбат бергеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Алдағы уақытта сіздің бізге осыған дейін ұсынған 10 кітабыңызды біз өзіміздің әлеуметтік желімізде жариялайтын боламыз. Құрметті оқырман, осымен Сырлы қалам айдары өз мәресіне жетті. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет.